Баршаларыңа сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында өте дәмді болып шығатын лөля кебаб дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен тартылған етімізге бір бас пиязымызды қосатын боламыз. Пиязды өте ұсақ етіп турайтын боламыз. Блендер болса, блендерден де өткізіп алсаңыздар болады. Осылайша барлығын қосамыз, оның үстінен 3 қасық панировочный сухари қосатын боламыз. Дәміне қарай дәмдеуіштер қосамыз. Дәмдеуіштердің құрамын төмендегі описание бөліміне қалдырамын. Сол жаққа өтіп көрсеңіздер болады. Осылайша барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Міндетті түрде барлығы толықтай араласуы қажет. Енді менің фарышым майсыз болғандықтан кішкене ғана 30 граммдай ғана сұйылмай қосатын боламын. Осылайша қолымызбен жақсылап араластырамыз. Осылай кішкене ғана сұйылмайымды құйдым. Енді осыны толықтай араластырып, фаршымызды қатты ұрғылайтын боламыз. Сол кезде спашкілерімізден ажырап кетпейтін болады. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады сол кезде. Осылайша біздің фаршымыз дайын болды. Енді кішкене ғана мөлшерден қолымызбен алып, спашкілерімізге салып шығатын боламыз. Осы видеодағыдай етіп, жақсылап қолымызбен қысу арқылы айналдырып, барлығын орналастырып шығамыз спашкілерімізге. Осылай нығыздап, осылай барлығын дәл осылай дайындап алатын боламыз. Енді қызып тұрған тапамызға сұйылмайымызды құйып, лөля кебаптарымызды кішкене ғана 1-2 минуттай ғана екі беті қызарғанша қуырып алатын боламыз. Орташа отқа бірден қуырылып шығатын болады. Осылай айналдырып отырып қуырып аламыз. Дәл осылай күйіп кетпей қуырылып шығуы қажет. Осылайша толықтай қуырылып болған соң ыдысымызға осылай сала тұратын боламыз бұны кішкене. Барлығын салып болғаннан соң картопымызды қуыратын боламыз. Майымызды ауыстырамыз, басқа майға картопты қуыратын боламыз. Картопты қалауыңызша турап алсаңыздар болады. Мен осылай турап шықтым. Егерде кішкентай картоптар болса, оны да дөңгелек етіп қуырып алсаңдар да болады. Дәл осылай турап алдым. Енді осыны қызып тұрған тапамызға қуыратын боламыз. Сковородкамыз кішкене осылай орташа отта тұру қажет. Енді барлық картопымызды салып, үстінен дәміне қарай тұз себеміз. Және міндетті түрде зіра себіңіздер. Өте дәмді ерекше болып шығады. Қытырлақ картофель болады. Осылайша кішкене қызарғанша қуырып аламыз. Картоптарымыз осылайша қызарып қуырылып шықты. Үстінен 50 граммдай ғана су құятын боламыз. Енді барлық лөля кебаптарымызды орналастырып шығамыз. Орналастырып шыққаннан соң бетін жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Осылайша біздің ауызашарға дайындаған лөля кебабымыз дайын болды. Енді барлық кебаптарымызды бөлек ыдысымызға барлығын алып алатын боламыз осылайша. Енді картоптарымызды да майын кішкене сырқып тарелкамызға салып шығамыз. Оның үстінен барлық лөля кебаптарымызды орналастырамыз. Осылай әдемі етіп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Барлықтарыңызға ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерде міндетті түрде дәл осылай үй жағдайында лөля кебаб дайындап көрсеңіздер болады. Достар, келесі видеода өте дәмді болып шығатын салат рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде парақшама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Дайындап көріңіздер, ас болсын.